Көк киттер жер бетіндегі ең үлкен жануарлар. Олар кез келген динозаврдан да үлкен. Үш автобус сияқты үлкен жануарды елестетіп көріңізші. Міне көк кит осындай үлкен болады. Бұл жұмсақ алыптар әлемнің барлық мұхиттарында жүзеді. Оларды көру шынымен де керемет көрініс. Олардың үлкендігі судағы әсемдігімен теңдеседі. Үлкендігіне қарамастан, көк киттер криль деп аталатын кішкентай тіршілік иелерімен қоректенеді. Криль үлкен топтарда тіршілік ететін шаян тәрізді ұсақ жануарлар. Көк кит күніне 4 тонна криль жей алады. Ол крилі бар суды көп мөлшерде жұтып, содан кейін аузындағы мұртша сүзгіштері арқылы суды сүзеді. Көк киттер жыл сайын мыңдаған шақырым жол жүретін көшпелі жануарлар. Олар суық полярлық сулардағы қорек аймақтары мен жылы сулардағы көбею аймақтары арасында қозғалады. Бұл саяхаттар ұзақ және қиын, бірақ түрдің тіршілік етуі үшін өте маңызды. Бұл көк киттердің қажетті қорек пен көбею орындарына қол жеткізуін қамтамасыз етеді. Көк киттер өздерінің әсерлі және әдемі әндерімен танымал. Бұл әндер жер бетіндегі кез келген жануар шығаратын ең қатты дыбыстардың бірі. Ғалымдар көк киттер әндерін бір-бірімен алыс қашықтықта байланысу үшін пайдаланады деп санайды. Бұл әндер жұп табу және әлеуметтік байланыстарды сақтау үшін өте маңызды. Өкінішке орай, көк киттерге адам әрекетінен көптеген қауіп төнеді. Кеме қатынасы киттермен соқтығысып, жарақатқа немесе өлімге әкелуі мүмкін. Балық аулау құралдары киттерді шатастырып, жүзуіне және дұрыс тамақтануына кедергі келтіруі мүмкін. Химиялық заттар мен шудан ластану олардың мекендеу ортасы мен мінез құлқына да кедергі келтіреді. 6 бөлім – мұхит алыптарын қорғау. Көк киттерді жойылып кетуден қорғау үшін қорғау шаралары өте маңызды. Теңіз қорғалатын аймақтарын құру арқылы киттердің қоректенуіне, көбеюіне және төлдерін өсіруіне қауіпсіз баспана жасай аламыз. Кеме қатынасы мен балық аулау тәжірибесіне қатысты қатаң ережелерде осы қызметтер тудыратын қауіпті азайтуға көмектеседі. 7 бөлім – қорғау үшін халықаралық ынтымақтастық. Көк киттерді қорғау жаһандық ынтымақтастықты қажет етеді. Көптеген елдер осы керемет жаратылыстарға төніп тұрған қауіптерді шешу үшін бірлесіп жұмыс істеуде. Біліммен, ресурстармен және тәжірибемізбен бөлісу арқылы біз көк киттер үшін жарқын болашақ жасай аламыз және олардың келесі ұрпақтар үшін тіршілік етуін қамтамасыз ете аламыз. 8 бөлім – болашаққа үміт. Көк киттерге төніп тұрған қиындықтар маңызды болса да, олардың болашағына үміт бар. Қорғау жұмыстарының арқасында әлемнің кейбір бөліктерінде көк киттер популяциясы қалпына келу белгілерін көрсетіп отыр. Бұл ilгерілеу бізге толқынды бұрып, осы мұхит алыптарын жойылып кетуден қорғай аламыз деген үміт береді. 9 бөлім – біз не істей аламыз? Көк киттерді қорғауға біз барлығымыз үлес қоса аламыз. Тұрақты теңіз өнімдерін таңдауды қолдау, көміртегі ізін азайту және киттердің жағдайы туралы хабардар болу арқылы біз өзгеріс жасай аламыз. Ғаламшарымыздың биоәртүрлілігін қорғау және оның барлық тұрғындары үшін салауатты болашақты қамтамасыз ету үшін әрбір әрекет маңызды.